Сәлеметсіз. Сіз ақылықтың қайдан пайда болатынын білесіз бе? Көп адамдар ақылық асқазаннан пайда болады деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде оның басты себебі диафрагма деп аталатын бұлшық ет. Диафрагма өкпенің астында орналасқан және тыныс алу кезінде үнемі жұмыс істейді. Кейде бұл бұлшық ет күтпеген жерден жиырылып қалады. Сол сәтте өкпеден ауа жоғары көтеріледі. Ал дауыс саңлауы тез жабылып үлгереді. Нәтижесінде бәрімізге таныс «ық» деген дыбыс шығады. Яғни ақылық диафрагманың кенеттен жиырылуының нәтижесі. Ақылықтың пайда болуына көптеген жағдайлар әсер етеді. Мысалы, тым тез тамақ жеу. Асқазан тез толып кеткенде диафрагма тітіркенуі мүмкін. Газды сусындар да ақылық шақырады. Себебі асқазанда қосымша газ жиналады. Сонымен қатар ащы тағамдар немесе қатты күлу де ақылықтың басталуына себеп болады. Қызық факт. Кейде адам ешқандай себепсізде ақылықтауы мүмкін. Ғалымдар оның барлық себептерін әлі толық анықтай алған жоқ. Ақылық кезінде ағзада өте жылдам процесс жүреді. Алдымен диафрагма кенеттен жиырылады. Содан кейін өкпедегі ауа жоғары қарай қозғалады. Осы кезде дауыс саңлауы тез жабылып қалады. Міне, дәл сол сәтте «ық» деген дыбыс пайда болады. Бір қызығы, бұл процесс секундтың өте аз бөлігінде өтеді. Сондықтан біз оны басқара алмаймыз. Егер ақылық ұстап қалса, не істеуге болады? Бірінші кеңес суды баяу ішу. Бұл диафрагманы тыныштандыруға көмектесуі мүмкін. Екінші кеңес терең тыныс алу. Тынысты бірнеше секунд ұстап тұру кейбір адамдарға көмектеседі. Үшінші кеңес тамақты асықпай жеу. Бұл ақылықтың алдын алудың ең қарапайым тәсілдерінің бірі. Көп жағдайда ақылық бірнеше минуттан кейін өздігінен тоқтайды. Сондықтан алаңдаудың қажеті жоқ. Келесі жолы ақылықтағанда есіңізде болсын. Бұл асқазан емес. Бұл өкпенің астында орналасқан диафрагманың қысқа уақытқа бақылаудан шығып, кенеттен жиырылуы. Сол себепті біз «ық» деп дыбыс шығарамыз. Өз ағзамызда болатын әр түрлі құбылыстарды біліп, денсаулығымыз сақтап жүрейік. Қоңырау басып тіркеліп, пікір жазып кетіңіз. Келесі тақырып бұдан да қызықты болады.